Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін тақырыпты ашуға арналған ең үздік 5 әдіс туралы айтамыз. Сабағыңызды осындай қызықты әдістермен бастасаңыз, оқушыларды қызықтырып, зейіндерін сабаққа аудара аласыз. Сондай-ақ оқушылардың сабақты жақсы түсініп, есте сақтап қалуларына да өте жақсы әсер етеді. Барлық әдісті мысалмен бірге түсіндіріп өттім. Видеоны соңына дейін тамашалап көріңіз. Кроссинс әдісі. Бұл әдісте біз суреттерді пайдаланамыз. Кроссинс кескіндер мен суреттердің өзара байланысы арқылы құрылған ассоциациялық тізбек, бір тұтас әңгіме. 9 сурет тор көздерге орналастырылады. Олардың әрқайсысы алдыңғы және өзінен кейінгі тұрған суреттермен логикалық байланыста болады. Ал ортасындағысы мағынасы жағынан барлығын бір арнаға тоғыстырады. Мысалы, мына суретке қарап тақырыпты өзіңіз болжап көріңіз. Әрине, оңай табуға болады. Бұл суреттерді бір-бірімен байланыстырып тұрған өнер саласы. Демек, тақырып өнерге қатысты болу керек. Келесі әдіс терминдер арқылы болжау. Тақырыппен байланысты 4-5 сөз, яғни термин таңдап тақтаға жазылады. Оқушыларға болжауға бағытталған сұрақтар қойылады. Өз беттермен ойлануға және жұбымен өз әңгімелерін құруға мүмкіндік бересіз. Мысалы, фонетика тақырыбын өткелі жатсаңыз, дыбыс, әріп, буын, үндестік заңы, ассимиляция сияқты терминдерді тақтаға жазып қоясыз. Осыған байланысты сұрақтар қоя отырып, бүгінгі тақырыптың фонетика екені белгілі болады. Қара жәшік әдісі. Әдісті қалай орындаймыз? Бірінші, қара жәшік дайындалады. Қара жәшікке тақырыпқа қатысты сөз немесе сурет жасырынады. Қара жәшіктегі заттың түрлі белгілері біртіндеп оқылады. Тақырып анықталады. Мысалы, тақырыбыңыз ағаштар, өсімдіктер жайлы болсын. Мына белгілер туралы айтып өтесіз. Оның түсі жасыл, ол күн сәулесімен және сумен қоректенеді. Кейбірі жеміс береді, көлемі әртүрлі, түрлері өте көп. Біреуі биік, біреуі аласа. Бұл не? Жауабы қара жәшіктің ішінде. Ассоциация әдісі. Зат немесе кейіпкер жайлы жалпы мәлімет жинау. Бұл әдіс берілген мәселе бойынша ой қорытып, тұжырымдап, оны көрініс ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. Ассоциация жалпы мағынасында айнала қоршаған дүниенің үздігін таныту үшін қолданылатын білім алудың жолы. Мысалы, күз мезгілін таныту үшін логикалық танымда ең алдымен санаға келетін түсініктер олар салқын, жаңбыр, қурайды, сарғаяды, сары жапырақтар, сыртқы жылы киімдер, бұлтты күн, қырман, тағы басқаларды келтіруге болады. Бұлардың барлығы адамның бас сезім мүшелері арқылы, яғни сенсорлы перспективті қабылдап тануы негізінде санада жинақталған білім көздері, яғни күз мезгіліне берілген ассоциациялар. Бейне саяхат әдісі. Оқушылар көру арқылы қабылданған ақпаратты тез есте сақтап қалады. Сабақтың тақырыбы мәселен мұхит туралы болса, мұхит теңізге қатысты видеоролик қойып, айтылған мәліметтерге сұрақтар қоя отырып, тақырыпты болжауға болады. Айтылған әдістерді сабақта қолданып көріңіздер, оқушыларға бұл әрі қызықты, әрі түсінікті болады. Оқушылардың есте сақтау қабілетін ғана дамытып қоймастан, олардың ойлау және сөйлеу, жеткізу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар.